Сәлем достар! Алтынсарин Legends-тің кезекті айдарында Қазақтан шыққан тұңғыш математик Әлімхан Ермеков туралы сөз ететін боламыз. Әлімхан Ермеков 1891 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында Бөріктас деген ауылда дүниеге келген. Жас Әлімхан Семей ерлер гимназиясын үздік алтын медальмен бітіріп, Томск инженерлік институтына оқуға түсті. Даратылғанымыз студенттік шақтың өзінде 4 тілді жетік меңгерген. Олар ағылшын, итальян, француз және де неміс тілдері. Одан кейін оқу ағарту ісі бойынша Әлімхан Ермеков математикадан тұңғыш оқулық кітаптардың авторы болып есептеледі. Және де Ташкент, Алматы қаласының жоғары оқу орындарында математика сабағынан дәріс берген. Жастайынан саясатқа араласып, небәрі 26 жасында премьер-министрінің орынбасары болады. Біреу білсе, біреу білмес, ұлт үшін жасаған зор еңбектерінің бірі қазақ тұтастығын сақтап қалу еді. 1920 жылы Ленин мен Сталиннің алдында ертістен бастап Каспий теңізінің аралығында Қазақстанның жері тиесілі екенін Әлімхан Ермеков 4 сағаттық баяндамадан кейін Ленин мен Сталиннің алдында қазақ жерінің біртасты екенін дәлелдеп шығады. Бірақ та бұл саяси карта ұмытылып, араға біраз уақыт салып, 1991 жылы Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздік алғаннан кейін бұл саяси карта ресми түрде бекітілді. Осылайша Әлімхан Ермековтің бұл зор еңбегі тарихта өшпестей орын қалдырды. Репрессия кезеңінде 8 жылға абақтыға қамалып, абақтыдан шыққаннан кейін Қарағанды қаласында университетте дәріс береді. Өмірінің соңғы жылдарында осы қалада өткізіп, осы жерде қайтыс болады. Әлімхан Ермеков ұлт жанашыры, парасатты педагог, қазақ тарихындағы өшпес орын алған дара тұлға болып қала береді. Бұл тарихи тұлға туралы сіздің де бөлісеріңіз бар болса, астында комментарий қалдырып, достарымызбен бөлісеміз. Сау болыңыздар.